Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін тақырыбымыз алғашқы адамдардың өмірі екінші сабақ. Балалар, өткенде біз осы тақырыпты бастадық, ал бүгін жалғастырамыз. Дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы: алғашқы адамдар қалай өмір сүрді? Сабақтың мақсаты: оқушылар бізде өзгерген жоқ, алғашқы адамдардың пайда болуы мен даму эволюциясын сипаттау, алғашқы адамдардың тұрмыс тіршілігімен танысу. Өткен сабақтан сіздер не біліп қалдыңыздар, не білдіңіздер? Алғашқы адамдар туралы білімді жетілдірдіңіздер, алғашқы адамдардың тұрмыс тіршілігімен таныстыңыздар. Ең алдымен балалар, қазір біз білімнің сайтын пайдаланып бейнематериал көретін боламыз алғашқы адамдардың өміріне байланысты. Өткенде сіздер осы бейнематериалды көргенсіздер, қазір тағы бір рет көріп шығасыздар, сосын тапсырма орындайтын боласыздар. Алғашқы адамдардың қаңқа сүйегін қандай ғылым зерттейді? Жер бетінде ежелгі адамдар қашан пайда болды? Саналы адам қашан қалыптасты? Алғашқы адамдар топтасып өмір сүрді ме? Адамдарда туыс деген түсінік қашан пайда болды? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Алғашқы адамдардың қаңқа сүйегін зерттейтін ғылым қалай аталады? Адам қаңқасының шығу тегін зерттейтін ғылымды антропология, ал оны зерттеушіні антрополог деп атаймыз. Жер бетінде ежелгі адамдар қашан пайда болды? Жер бетінде адамға ұқсайтын тіршілік иелері Африка мен Азияда пайда болған. Тарих ғылымында оларды гоминидтер деп атаған. Бұл адам тектес деген мағынаны білдіреді. Гоминидтердің дене бітімдері адамға ұқсағанымен, олардың қоныстарынан еңбек құралдары табылмады. Австралопитек латын тілінен аударғанда австрало оңтүстік, питек маймыл адам, яғни австралиялық маймыл адам деген мағынаны беретін сөз. Австралопитектің миының көлемі 600-650 текше сантиметрді құраған. Қолы дамып, жетілген, бас бармағы мықты болған. Олардың қоныстарынан пайдаланған тас құралдары табылды. Адамның келесі даму сатысы тік жүретін адам. Оның өкілдеріне питекантроп, яғни тік жүретін адам мен Қытай адамы синантроп кіреді. Қазақстанда палеолит дәуірінде өмір сүрген адамдар питекантроптың замандастары болған. Питекантроптың ми көлемі 1000 текше сантиметр болған. Олар әртүрлі тас қару-жарақтарын пайдаланған. Синантроптар оттың пайдасын білді. Питекантроп пен синантроптың бел омыртқасы мен тізе сүйегі тік жүруге бейімделген. Қолы мен аяғы қазіргі адамдардікіне ұқсас болған. Бірақ бас сүйегінде елеулі айырмашылық бар. Питекантроптың жақ сүйегі үлкен, маңдайы жазық және желкесі шығыңқы болған. Батыс Қазақстандағы Шақпақ-Ата, оңтүстіктегі Тәңірқазған мен Бөріқазған тұрақтары сол кезеңге тән белгілі археологиялық ескерткіштер қатарына жатады. Қазақстан жерінде алғашқы адамдар осыдан 1 миллион жыл бұрын пайда болған. Әрине, алғашқы адамдардың қаңқа сүйектері біздің жерімізден табылған жоқ. Бірақ олар пайдаланған еңбек құралдары мен тұрақтары көптеп табылды. Ежелгі адамның тағы қандай түрлері болды? Питекантроптың орнын ежелгі адамдардың біршама дамыған түрі неандерталь адамы басты. Неандерталь адамы ағашты, ірі аңдардың сүйектерін, аң терілерін пайдаланып баспана салды. От жағуды, ағаш, тас құралдарын пайдалануды, малдың, аңның терісін киім ретінде киюді білді. Неандертальдықтардың қоныстарынан жерлеу ғұрпы сақталған зираттар табылды. Саналы адам қашан қалыптасты? Бұдан 35-40 мың жыл бұрын ойлау қабілеті жоғары дамыған саналы кроманьондық адам қалыптасты. Оның дене бітімі, тұрпаты қазіргі адамға ұқсады. Кроманьондық адамның бойы ұзын, маңдайы жазық болды. Кроманьондықтар Қазақстанның барлық аймағына таралған. Алғашқы адамдар қалай өмір сүрді? Адамдардың алғашқы бірлестігін шартты түрде тобыр деп атаймыз. Алғашқы адамдар топтасып, тобыр болып өмір сүрді. Бірге аң аулап, жыртқыш аңдардан қорғанды. Тобырлар бір жерде ұзақ тұрақтамаған. Олар
Жеуге жарамды өсімдіктері мол, жануарлары көп аймақты іздеп, бір жерден екінші жерге көшіп жүрді. Бір тобырда шамамен 30-40 адам болған. Тобырдың құрамы тұрақты болмады. Бір тобырдан бөлінген адам басқа тобырға барып қосылатын. Адамдарда туыс деген түсінік қашан пайда болды? Адамдар тобыры бірте-бірте туысқандық ұжым саналатын руларға бірікті. Рулық қауым алғашқы адамдардың туыстық жағынан бірлесіп өмір сүрген тұрақты ұжымы. Алғашында ру ішінде аналардың беделі жоғары болған. Олар көбіне үй шаруасымен айналысқан. Кейін ру ішінде тәжірибесі мол қариялардың беделі арта түсті. Руға қатысты маңызды мәселелер жалпы қариялардың қатысуымен жиналыста шешілетін болды. Ру мүшелері жасаған еңбек құралдары барлығына ортақ болған. Балалар, біз бейне материалды көріп аяқтадық, ал енді тапсырма орындаймыз. Бірінші тапсырма, балалар, алғашқы адамдарды тұрпаты мен дене бітіміне қарай сәйкестендіру керексіздер. Міне бізде балалар алғашқы адамдардың түрі берілген, және олардың тұрпаты мен дене бітімдерін сіздер жауабы деп тұрғанға А және Б, С жауаптарынан таңдап қоясыздар. Балалар, бірінші тапсырманы орындап болсақ, екінші тапсырманы орындайық. Екінші тапсырма, балалар, бізде тест. Сіздер көп нұсқалдан бір жауап немесе екі жауап та болуы мүмкін. Бірінші сұрақ: тік жүретін адамдардың өкілдері. Сіздер міне питекантроп, неандерталдық немесе синантроп. Соның екеуі не біреуі дұрыс болуы мүмкін. Сіздер соны осы сандардың ішінен таңдап алу керексіздер. Екінші сұрақ: адам қаңқасын зерттеу арқылы адамның дене бітімін, түр сипатын анықтайтын ғылым. Осы жерде, балалар, сіздер тағы бір немесе екі дұрыс жауабын таңдап алу керексіздер. Үшінші сұрақ: алғашқы адамдардың топтасып, тобыр болып өмір сүруінің себебі. Мұнда дәл аң аулау үшін, сауат ашу үшін, жыртқыш аңдардан қорғану үшін. Дәл осылай бір немесе екі дұрыс жауап болуы мүмкін. Соны таңдап қоямыз. Төртінші сұрақ: руға қатысты маңызды мәселелер шешілген орын. Ақсақалдар сотында, жалпы жиналыста, халық кеңесінде. Дәл осы төртінші сұрақта да бір немесе екі дұрыс жауабы болуы мүмкін. Егер сіздер бейне жазбаны мұқият көрген болсаңыздар, осы төрт сұраққа да дұрыс жауап бере аласыздар. Сонымен, балалар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Тапсырманы бәріміз істеп үлгердік деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.